қалай дейсіз? Қайырлыдан бүгін бізде жаңа блог. Ол блог Алматыда басталады. Автобустың ішінде. Холодно на улице. Достар, это фейл года. Президент 13-ші орындандай дегенбіз, но 13 это плохое число для казахов. Ну, лично для меня. Сол үшін 14 таңдаған болып. Қандай күшті, иә? Супер. Маған еш танытпайын болып тұр, мен қотады. Sorry. Ничего страшного. Жетсек болды, Сен үшін не істемейді? Басқа бірін элиминатордан Менікі келесе маған билет ұнатпайды түрі примерно. соққы үшін Шкаф. Ссылки сұрмей. Бүгін осындай рубрика түсеміз. Что в моей сумочке? Мен любимый удобный сумочка. Бүгін осындай рубрика түсеміз қазір. Что в моей сумке? Это самые практичные, самые удобные виды сумкам. Şimdi не var екен қараймыз. Бірінші антисептик, билеттер, потом маска, потому что я ауырып маска девочки, смотрите, это самое лучшее средство транспорта. Маска. Сағат 30 минут. Өтініш қылжығыңызды сөреге немесе алдағы ортың астына салғанына көшеткіңіздер, өз орындарыңызға отырыңыздар, биліктеріңізді бекітіңіздер. Әуе компанияның ережелеріне сәйкес ұшақта темекі шегуге, оның ішінде электронды темекі шегуге және алкогольді сусынды шамадан ұстауға тыйым салады. Назарыңызға рахмет. Безопасности необходимо отличить сотовый телефон и другой электронный набора высоты. На время взлета самолета мы убавим освещение салона. Лампочка рядового освещения. Мына жақта бізде тамақ алып келдім. Қараңыздар, мына жақта бізде приборлар пластмассовые. Салфеткасымен бірге, сосын мынандай нан бар. Содан кейін қасында перекустар. Мынау бізде майонез. И дальше бізде мына жерде огурцы, помидор, там оливки, сыр. И мына жерде ыстық тамақ берді. Ыстық тамақ өте дәмді болды, қараңыздар. Спрайт, айста кола. Буратино. Кола, давай. Айда кока-кола. Айда кока-кола. Тамақ жоқ, настроениеміз көтеріліп отыр. Во время снижения, а также занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Просим. Қазір адамдардың барлығы салатта шығыватыр, Біз паспортный контрольден өттік. Енді қазір багажымызды алуға жерге бара жатырмыз. Стамбулда, короче, сағат 10 болып қалды енді. Енді багажымызды алуға келе жатырмыз. Қазір Айса біздің багаждарды қалай жазып қойғанын көретін боласыз. Ой, носкиін қараңыздар, қандай әдемі. Маған тетя мынандай носки алып кетті. Енді гүл-гүл. Біз қазір өзіміздің багажымызды күтіп отырмыз. Бұндай орындықтарға отырып алдық. Осылай екі жағынан да бізде айс жазып қойған. Вот біз Аладан Истқа келдік. Біз Стамбулдың аэропортында Duty Free'ға келдік. Мына кісі қуып кетеді. Тюркия — это
Просто осында әдемі Жаңа аэропорттамыз, Турцияның Новый Салон аэропортындамыз. Өте керемет, өте үлкен екен. мына жақта мен көрдім, біз автобусқа отырдық. Қаланың ортасына дейін барады екен, Ақсарай деген жерге дейін. Аэропорттан 3400 теңгеге адам басына алдық. Мындай үлкен автобус. Мындай елермен. Өте алыс орналасқан екен қаладан. Сырқандықты. Сәргамды бар. Дыбыссыз билет. Өстіп, капотта жата береді. В общем, это норма, понимаешь? Короли. Улиц. Мындай алдық. 27 лира тұрады. Сосын альбени алдық. Альбени 7 лира тұрады. Сосын мындай дамак деген 38 лира тұрады екен. Нан 8 лира. Жұмыртқа осы пачкасы. Келесі күн біз қыдыруға шықтық. Я. Evet. Трактор Тимул. 2 tane 15. Aa, 2 tane 15, şu 20 дейді. Simitçiyle kurum. Bizden kuruyorsunuz. Buluşkalar болады ғой бір. Қазір біз универге бара жатырмыз. Кеп қалдық. Әлі келе жатырмыз. 40 минут жаяу келдік. Достар. Универге барсақ, универдегілер обедке шығып кетті, что олар обедке шықса, біз де обедке шығайық деп кешіп, кафешкаға келдік. Қаншадан еді? 80 общий несі. Бір үлкені 80 лира. Мынаяқтан айран алдық, дәмі айс етеді, вкусный дейді, біздікіне қарағанда. И мынаяқта, как обычно, менде газировка спрайт. Біз универдің қасында отырмын. Ставольский университетінің ішіне кірдік. Получается, мынау арка біздегі қазынадағы дай десек. Вот осының ішіне кірдік. Осы арка маған қатты ұнаған. Алдында бір суреттер түсу керек қой. Қалайсыз? Менің сопровождением и вечная поддержкам. Мен бір Турцияға келген ғой. Универге бежим. Крыша мол. Менің крыша мол. Сондай охота. Красивый. Кеп жүрміз енді. Блогтар өзімді отырып, потому что Инстаграмға түсірдім да, ютубқа түсірдім, ұмытып кеттім, так что Инстаграмға арқылы жазылып қойыңыздар. Айсын Инстаграмда қондырып кетсем мына жерге, достар. Мечта вступить в Стамбульский университет. Да. Смотрите на арку, какая отдельно. Покажи. Біз фильмда көреміз. Замок болады ғой. Әдемі қараңыздар. Страшно өзчік. Өзіміздің кафедрамызда таппай жатырмыз. Мақтау жерге бардық уже. Артында өте күшті метрополитен туристический район. Салтанат мешіті бар. Университеттің досы орталықта орналасқан. Адамдар өте көп. Күн ыстық десек те болады. Таңертең кішкене салқында болады, кешке салқын болады. Күн ыстық болып тұр. Бүгін бізде акция сіздерге айту керек. Жаңа ғана біз мына жерде отырмыз ғой. Документтеріміз байланысты. Мына жерде бір профессор келеді, бізге өтеді. Қазақстаннан келдіңіздер ме? Иә, мен түркше айтып жатыр бәрін. Сосын темек салып жатыр, темек жейсіздер ме? Прикольно саған екен. Сосын жоқ. А, окей.
Қазір біз мына мидия алдық. Айс будет пробовать. Екен да, нелері? Не? Плов? Плов? Рис бар екен ішінде. Давайте көрейікші бізде. Ну, короче, кому как, но... Осындай ашық террасада отырмыз. Бүгін чай ішейді, андай не бар ғой? Тиктокте. Біз үйге келдік, бізде түскі асқа борщ. Бекон бұл? Андай кішкене қышқылдақ, но біздікі сияқты килограммы 450 теңгеден. Иттер бар өте үлкен. Ащы привкуспен? Не, қышқыл. Ол енді. Остың үстімен кетіп барадық. Зейтингурно районына келдік. Бір торговый центрға. Жетем дегенше бүкіл күніміз энергиямыз кетіп қалды. Мен Күн ыстық, күнде қатты суық. бұл менің вип-казашка. Тәтем. Я билеті бар, вообще не болады екен. Вот. Но автобустар. Біз Мармара форумға келдік. Шопинг жасауға торговый центрден жел деген кәдімгідей болып отыр. Құнай алдық. Құнай 70 лира екен килограммы, өте дәмді. Үйдің құнайынан алмайдан достайл. Енді енжер жеп көрейін отыр. Торговый центрға келіп бірден тамақ ішіп деп шештік. Бұл жерде бургер, фри, тауықтар и кетчуппен араласып жүрміз. Осындай заттар алып алдық. Мына жерде үйге барғандан пакинг жасаймын. Өте үлкен торговый центр екен. Аралаймыз деп шаршап қалдық, отыратын жерлерінде демалып отырмыз пока что. Центрда уже қанша сағат? 2 сағатта аралап жүрміз, уже аяғым алып кеттім. Поэтому надо кішкене демалып отырмыз. Мынау үлкен четырехэтажный торговый центр. Ішінде өте адам аз, особенно басқа елдегілер. Мұның барлығының ішіндегі өзінің түріктер ғана. Вот, егер қаласыңыздар, мына жерге отырыңыз, айран сатып алдық. Кефир. Обычный. 120 теңге тұрады екен мұндай. Тауға келдік, бүгін бізде мұғалімдер күні ғой. Біз мұғаліміміз соған тойлап өзіміз отырып бір чай ішіп жатырмыз мынандай. Жаным ашкым, жаным бабам дейді. О, күшті. Мындай не бар екен күшті. Славалар, например, хаплук. Зейт сен мынандай торт салып берді, мынандай шио деп ғой. Свеча берді. Бұл жерде бізде көфте деді. Бұл жерде бізде пилов. Бұл жерде тортик. Адамдар қандай керемет. Кино алып тұрсыз ғой, Алтынай ханым. Интервью алып жүрсе бола ма? Болады. Айта бердіңіз, е? Сіздің ощущение дейді ғой. Қандай ең бірінші алғашқы? Біз Айса екеуміз өте жақсы көреміз.
Қаттырақ сөйлесеңіз дауысыңыз Біз естіледі. Айса екеуміз осылай теңіздерге, бұғаздарға, любой суға қарап отырған жақсы көреміз. Мына жерде түрік сериалдарындардай осындай атмосфера болып тұр, өте керемет. Вот. Біз өте қуаныштымыз және біздің қасымыздан ешқашан қалмайтын бүкіл влогтарда жүретін чипсы. Түріктердің чипсы екен. 30 лира тұрады. 30 лираны көйтістер 18-ге. Аралап жүрміз тағы да, қаншасыншы күн екенін білмеймін. Влогты осылай үзіндетіп түсіретін, уақытымыз мүлдем жоқ. Киім сатып жүрміз, потому что біз Стамбулға мүлдем киім алмай келгенбіз. Ол жақтан аламыз деп наяқтап парижак болатырмыз. Біз сияқты қателік жібермеңіздер, Алматыдан киініп келіңіздер, достар. Менің қателігімді, біздің қателігімізді орын жасамаңыздар. Өте қиын шаруам, қалай отырмын. Өйткені аяғым шаршап кетті. Қызық киімдер кетті маған. Адамды пугать. Скоро мынау бәрін киіп алса таң алмаңыздар. Короче, Барсидің университеті. Follow me десе. Жүріңіздер көрсетем. Не көрсетесіз? Осындай кең плащ, мына жерде билейтін, ән айтатын жерлер, жәрмеңкелер болады. Аналардың бәрі дәрісхана бар. Қандай американский универде білеймін, например, универдің сразу саташсан, бақша тұрады, тек универдің студенттер ғана тұратын, орындықтар, столдар, осылауға жақсы мүмкіндіктер жасалған. Солай, жасалыңыздар. Қаншасыншы күн екені есімде жоқ уже. Біз Галатский башняға барып жатқан жолда көпіртеміз. Мына жерде екінші этаж бар. Осыдан қармақ лақтырады. Міне көріп тұрсаңыздар, сол қармаққа ілініп қалып жүрмеңіздер. Бірінші этаждан өтіп баққан кезде мына өте керемет мешіт, фосфор, төбелер. Бүгін бірінші сабақ. Нормально ма? Нормально ма? До пары. На Барстың до пары түрі. Шашап кеттім. Қазір после түсіреміз. Лекционканың алдында тұрмыз, күтіп. Мен де бірге кірем десең. Бұрында мамам апарып еді Казгуға. Стамбульский ғана күсіп келді. Ана өзі баратын адамдар болады ғой. Мен соның қатарынан мүлдем жатпаймын. Мені универге біреу әкелу керек. Казгуға бірінші күн мама апарып еді мені. Енді мына қызды жіберді апар деп. Стамбулдағы бірінші аптамыз аяқталды. Келесі апталар келесі влогта болады.